шарттар шегі бар, иә. Сол сияқты біз ең бірінші сауданы көше саудасы деген болды бізде. Көше саудасынан кейін бұл киоскілерге көшті. Киоскілерден дүкендер пайда болды. Дүкендерден барып мынау супермаркет, гипермаркет деген крытый базарлар шыға бастады. Қазір барлығының да өзі шарттау шегі болып, онлайн бизнеске көшіп жатыр. Небір жаңағы сауданың түрлері акция ұйымдастыру арқылы, распродажа ұйымдастыру арқылы уже тарқап жатыр. Қазір сауданың бәрі онлайн бизнесте. Через онлайн заказ беріп осылай алдыртып отырмыз. Сол сияқты мынау сетевой бизнесінде өзі 21 ғасыр жаңағы сетевиктердің ғасыры деп айтатын. Оның да уже шарттау шегіне келіп, көріп жатсыздар, көптеген жаңа сетевой бизнестерде тексерулер болып жатыр. Соның ішіндегі мынау өзінің внутренний кухнясы деп жатамыз ғой, сол жердегі ақауларға байланысты маркетингтер өзгеріп жатыр дегенде. Бұл енді сетевой бизнеске әркім әртүрлі жолмен келеді. Біреу денсаулыққа келеді, біреу табыс табу жолына келеді, біреулерге ел көру, жер көру мүмкіндігі, біреулерге круг общения кеңейту мақсатында осы әртүрлі деңгейде келіп жатамыз. Сол сияқты табыс табу жолына келген кездері мына PB, CB дегендерді алған уақытта бізде бонустар түсіп кетті, тапқан табыстарымыз. Не дейді жаңағы, еңбектің ешкім сатпайды дейді, бірақ еңбек қай жерде де бағалану керек. Сол сияқты бір есік жабылса 40 есік ашылады дегендей, дәл осы сетевой бизнесте осындай проверкалар жүріп жатқан кезде бізге мынау Алланың құдіреті клубтық жүйені алып келді. Өте мықты, өте жаңа Қазақстандағы ең бірінші ашылып жатқан клубтық жүйе. Бұл заңды Қазақстанда 7 ноябрь 2024 жылы тіркелген. Президенті Мирас Қасанов деген өзіміздің қазақтың азаматы. Енді клубтық жүйені жаңа айтып отырмыз, сауданың жаңа деңгейі. Бұның негізгі 5 бағыты бар. Қазіргі таңдағы 5 направление дейміз. Ол жерде бірінші экомаркет, яғни экомагазин. 90% жеңілдікпен, ешқандай кепілсіз, ешқандай делдалсыз, үстеме ақысыз, сол производстводан төмен бағада өнімдерді алып тұтыну. Яғни біз өзіміз осы экомаркеттер, қазір экомагазинер Ақтөбе өңірінде, Алматы қалаларында жұмыс жасап жатыр. Алла бұйырса бізде күтіп отырмыз. Бұл экомагазин келген уақытта бізде бұл абонплата деген бар. 3 айға 4,5 мың теңге төлейміз абонплата, 1 жылға 15 мың теңге төлеп, сол завод бағасынан, өндіріс бағасынан төмен бағада алу мүмкіндіктері қарастырылған. Яғни бұл жердегі мақсат мынау өзіміздің Қазақстанның экономикасын көтеру, халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту және мынау өзіміздің экопродукцияларымызды өз елімізде пайдалану, тұтыну мақсатында жасалып отырған өте ауқымды дүние. Екінші бұл жерде білім саласы, яғни умный образование, білім саласында біз қазір көп деген мынау заманға қарай уже білімде алу ақылы болды, психология, өзін-өзі дамыту, таргетпен жұмыс жасау, интеллект жасанды интеллект деген дамып кетті. Тиктокпен жұмыс жасау қазір екінің бірінің қолынан келе бермейді. Сол білімді алу үшін біз коучтерге миллиондаған ақшалар беріп, сол білімді алып жатамыз. Осы клубқа мүше болғаным үшін бізде осы қолжетімді бағада білімді болу қарастырылған. Одан кейін IT-приложение дейміз, цифровой сервистер. Менің енді бұл цифровой сервисте ұғынғаным, индрайверлер, таксилер бар ғой, соларда біз шетелге кетіп жатады біздің құнды ақшаларымыздың барлығы. Соны мына Қазақстанның көлемінде, Қазақстанның ішінде, өз елімізде қолжетімді бағада таксилерді, сосын цифровой сервистерді пайдалану мақсатында жасалған направление. Одан кейінгісі бізде туризм, умный travel деп атаймыз, туризм, саяхат. Яғни бүкіл әлемдік саяхат негізі Америкада тіркелген. Осы Америкаға тіркеле отырып, біздің клубтық жүйе бізге шет елге шығу мүмкіндігін, қолжетімді бағада ел көру, жер көру мүмкіндігін ұсынады. Одан кейінгі 5-ші біздегі мына бонусный система, клуб здоровья, жантақ деп атаймыз, былайынша айтқан кездері. Бонустық жүйе енді біздің мынау сетевой бизнесте жұмыс жасадық қой. Бірақ бұл жерде сетевой бизнес емес, бонустық жүйеде ешқандай PV жоқ, CV жоқ, активация деген жоқ, наращивание лидеров дейміз, астымыздан жаңа мамандарды өсіру, ондай ешқандай да мәліметтер жоқ, тек яғни былайынша үми дегеніміз, бұл жерде үме
Асар деген мағынаны білдіреді екен өзіміздің қазақта. Асар дегеніміз бір-бірімізге көмек бере отырып, қол ұшын соза отырып, табыс табу және мынау жантақ өнімін жарнамалай отырып. Енді бонусный системада табыс табу үшін бізге міндетті түрде бір салған ақшамызға бір өнімді беру керек болады. Сол мақсатта бізге жантақтан, емдік шөптен өнім дайындап беріп отыр. Яғни неге жантақтан? Бұл жантақ біздің қазір Қазақстандағы ең мықты емдік қасиеті өте жоғары шөп екен. Өйткені оның тамыры өте тереңдікке тастайды, 40-50 метр тереңдікке дейін дейді. Енді тамырын тастаған кезде мына 7 қабат жердің астындағы бар құнарды, минералды, макро-микроэлементтерді өз бойына сіңіре отырып, осыдан бұның емдік қасиеті өте жоғары екен. Яғни бұл жантақта бізде сабағында қант, гликозиттер, шайыр дейміз, эфир майы, витаминдер, К и С витаминдеріне өте бай екен. Сондықтан да бұны емдік мақсатта кезінде ата-бабаларымыз пайдаланған. Бұның негізгі көрсететін көрсетілімі қабынуға қарсы, яғни противовоспалительный. Адам ағзасында бәрімізде де қабыну процестері бар, иә. Ол бүйректен болсын, ол суықтан болсын, ол қай неден болса да мынау қабыну процестерін емдеу. Содан және де бұл қуыққа тас байланған кезде пайдаланған емдік мақсатта, өт жолдарында, несеп жолдарында қабыну процестерімен құм, тұз жиналу, осыларды тазарту бағытында негізі мықты жұмыс атқарады, мықты ықпал жасайды адам денсаулығына. Сонымен қатар белден төмен әйелдердің, ерлердің жаңағы жыныстық аурулар кезінде, геморрой болған кезде осы жантақтың сығындысынан ванна жасап, сол ваннада отырып, сол арқылы емделген. Тағы бір қасиеті бұны тер шығарғыш, адамды терлету арқылы адам ағзасындағы суықты сыртқа шығарады екен. Өздеріңізде қазір тұтынғалы осы өнімдерді байқап жатқан боларсыздар. Адам ішкен кезде действительно жіпсейді, адамға бір жіпсіп тер пайда болады. Сол арқылы адам ағзасына бүкіл суықты сыртқа шығарады екен. Менің өзім тұтыну барысында ұққаным. Енді бұл жантақты ала отырып, профессор енді бұны дайындап беретін маман дейді ғой, сол кездері мынау Мәскеуде Перім қаласында Кривикин деген профессоры, жалғыз ғана сол кісіде авторский права бар екен, жаңағы ауыр металдарды иондау. Иондау дегеніміз, яғни майда молекулаға ыдырату. Иондалған формадағы өнімдер адам ағзасына 100% сіңеді. Осы кісілермен келісе отырып, бұл кісі өзі қайтыс болған деді, әр жағына бұл кісінің кәсібін өзі бала жалғастырып отыр деген естуіміз бар. Сол жаққа біздің жантақ өнімінің тамырының сығындысын алып, Перім қаласына жібереді. Сол жантақтың тамырының сығындысын иондап, бірінші өнім бұған иондалған түрдегі күмісті қосады. Яғни жантақтың қадір қасиетін жаңа айтып өттім, ағзаны терең тазартады, одан қалды бауырды, қанды тазартады, адам ағзасын тазартады. Осы жантаққа күмісті қосқан. Күмістің қасиеті сонау ата-бабаларымыз кезінде күміс таққан. Күмісті не үшін? Бұл күмістің емдік қасиеті өте зор екен. Адам ағзасын бұл бірінші кезекте залалсыздандырады. Мынау ауру тудырғыш микробтардан, вирус, бактерия дейміз, гриппке, саңырауқұлақтардан и паразиттерден. Негізі бізде ауру жоқ, аурудың көзі бар. Көбінесе медицинада біз ауруды емдеп жатамыз. Өйткені ол сала сондай. Бізде мемлекетте енді медицина бұл жерде былай ғой, бұл бүкіл адам бір мемлекетке бағынуымыз керек. Сол бағытта әрбір сала өзі жұмыс атқарады. Система бар, жүйе қойылған. Соның ішінде білім жүйесі, біз жаңағы білім аламыз. Одан кейін медицина, бұл жерде емделет қалып, есепке тұрады, учетқа тұрады, жаңа квартальный тексерулері бар, сосын диагноз қойылады бұл жерде. Әрбір органға, мысалы, латынша аты бойынша, английский название бойынша диагноз қойылады. Мысалы, бауырыма гепатит дегенде, асқазан ба гастрит дегенде, осы бұлардың жүйесі медицинаның. Осы диагнозды қоя отырып, бізге фармацевтика дәрі жасап береді. Аптекадан біз дәрі алып, дәріні химиялық
заттар тұтынамыз. Міне, бұл жердегі жүйе осылай. Осы химиялық заттар тұтынған кездері, мына ауру жоқ дегеннен шығып отқан нәрсе, ауруды қойып отқан медицина. Негізі самом деле ауру жоқ, аурудың көзі бар. Медицина келген кездері бізде, мен өзім врачпын, бұл жерде бір қаралай күйлейін деп отқаным жоқ. Я люблю свою профессию дегендей, бірақ негізгі системаны мен сіздерге түсіндіріп отырмын. Мынау аурудың көзімен жұмыс жасауымыз керек, аурудың көзін жоюымыз керек. Бұл аурудың көзі біздер ауру тудырушы микробтар, бактериялар, вирустар, паразиттер. Соны адам ағзасын тазалай отырып, осы денсаулықты қалпына келтіруге болады. Ең бір бастап кезекте біз айтамыз, ішекті тазаламай бізде 90% сіңімділік, 90% иммунитет ішекте түзіледі, тоқ ішекте. Сондықтан да бізде ең алғашқы кезеңде ішек таза болу керек, бауыр таза болу керек. Яғни ішек таза болған кездері ішек арқылы бізде бүкіл ішке жеген тағамдарымыз, солардан түсетін витаминдер, макро микроэлементтер ішек арқылы адам ағзасына сіңіп, адамға қуат береді. Ал ішек лас болған жағдайда ол ешқандай да ішкен жеген тағамымыз қалай ауыздан түседі, солай табиғи жолмен сыртқа шығып кетеді. Өйткені біздің ішегімізде сонау ашыған тамақтар болады, қорытылмай қалған астар болады, небір түрлі паразиттер бар, қазір өсіп өніп жатқан, микроб, бактериялар бар. Осылардың барлығы іште сол жаңағы угарный көмірқышқыл газы дейміз, осылардың салдарынан өзі былайша айтсақ канализация дейміз ғой, канализацияны тазала дейді ғой. Енді анығын айтқанда ішекті тазалауымыз керек денсаулық жақсы болу мақсатында. Именно біздің осы күміс ішекті тазалайды. Ішектегі бактерия, вирус, микробтарды өлтіреді, грибоктарды, саңырауқұлақтарды, осылардың бәрін тазартады, адамды залалсыздандырады. Онымен қоймай, бұл күмістің қасиеті негізі адамда негативный нелер болады ғой, тіл, көз, сөз деп жатамыз, осылардан да адамды тазартып отырады екен, жеңілдендіріп отырады екен. Өйткені күміс қарайған кезде осы адам ағзасындағы зиянкес осы негативный жағдайларды өзіне өн бойына тартып алып арқылы тазартады. Былайша өздеріңіз оқысаңыздар, күміс туралы ақпараттарда жазылады. Күміс ер адамдарға біз күміс тақ деп жатамыз, өйткені қуатың өзіңнің өн бойыңда қалады, адамды тазалап отырады дейді. Күміс таққан әйелдің қолынан ас іш деп жатамыз. Яғни кезінде ата-бабаларымыз күміс қасықпен, күміс тостақпен тамақ ішкен. Яғни тамаққа бізге ас арқылы келеді. Бактерия, микроб дегендеріміз барлығы ас арқылы келіп, ішке түсіп, іште уже олар өсіп өніп көбейеді. Күміс қасық арқылы ішкен кезде тамақты залалсыздандырып тазартады екен ғой, сонда ішке таза ас кетеді екен. Сондықтан да ол күмістің қасиеті бұл жерде орасан зор. Сол бұл продукцияны негізі шыны құтыда дайындап береді. Көргенде боларсыздар, көбісіңіз. Шыны құтыда затемненный, защищенный дейміз ба, сырты темный стекломен, жаңадай күннен, басқа да заттардан қорғалып, сол Пермь қаласында құйылып, иондалып келеді. Сыртқы дизайн бәрін өзімізде Қазақстанда жасалынады. Міне, күміс қосылған, иондалған жантақ формадағы күміс иондары осындай қызмет атқарады адам ағзасында. Екіншіге бізде лецитинді қосқан. Лецитин дегеніміз, бұл негізінен бастың нейрондарын, бастағы майда қан тамырларымен жұмыс жасайды лецитин. Яғни соларды қоректендіреді и бауырды тазартады. Бауыр тазарған кезде бұл бізде қан тазарады, қан тазару арқылы бауыр тазарады. Бауыр біздегі ең фильтрирующий орган, яғни ең үлкен без. Бізде бүкіл артериальный қан кіріп, венозный қан шығады, и осы жерде желчный протоктар бар. Бүкілі бізде бауырда атқарады қызмет, тазарту процестері. Сүзгі деп атаймыз ғой былайынша. Сондықтан да бізде ішекпен қатар бауыр таза болуы тиіс. Именно лецитин сол миды және бауырды тазарту арқылы жұмыс жасайды. Яғни майлы жировой гепатоз деп жатамыз ғой. Соның алдын алу, соны емдеу бағытында ықпалы орасан зор. Но бастағы майда нейрондар, майда қан тамырларын қоректендіру арқылы адамда есте сақтау қабілеті, ақыл ойды дамыту, зейінді шоғырландыру, осы бағытта жұмыс жасайды. Қазір бізде көбінесе проблема ЗПР, ЗР балдар көп, аутизм балдар көп, сөйлемей жүрген. Болмаса қазіргі туа салып балдар ата-анасы қазақша сөйлегенмен орысша сөйлеп
жатамыз, ағылшынша сөйлеп жатамыз. Барлығы мынау интернет жүйесінің жаңа қарқынды даму салдарынан телефондағы бүкіл жаңа программаны баланың басына, миына кіреді екен программа. Бұл да үлкен қауіп, үлкен қатер. Міне, осы бағытта жұмыс жасауға литикенің көмегі орасан зор, яғни миды тазалау, мидағы артық информацияларды шығару, ақыл ойын өз қалпында, өз деңгейінде, өз жасына сәйкес дамыту, осы бағытта жұмыс істейді. Сонымен қатар Паркинсон дейміз, аяқ қолдың дірілдеуі, сосын Альцгеймер қазіргі көп кісілерде мынау есте сақтау қабілеті жоқ, потеря памяти деп жатамыз. Сол бағытта, соны емдеу бағытында, соның алдын алу бағытында жұмыс жасайды. Депрессия, күйзелістен жүйкенің жұқаруы, осыларды тыныштандыру, жүйке жүйесін тыныштандыру, ұйқыны қалыпқа келтіру, түнгі ұйқыны, жүйке жүйесін тыныштандыру, жаңа айтып отқандай, стресс, күйзелістік жағдайлардың алдын алу барысында, сосын после инсультный состояние, тілдің күрмеленуі, ограничение движений деп жатамыз, қозғалыстың шектелуі, осылардың барлығын қалыпқа келтіру бағытында біздің литикеннің атқаратын қызметі өте орасан зор. Айтып отқандай, именно бастағы майда қан тамырларды қоректендіреді, ол жерге тазартылған қан барады, ол жерге оттегі барады, ол жерде уже тіршілік көзі басталады, яғни денсаулық жақсара бастайды. Бастағы нейрондармен жұмыс істеп, осы ақаулардың бәрін қалыпқа келтіру барысында, алдын алу барысында иондалған формадағы жантаққа литикин қосылған өнім мықты жұмыс жасайды. Бұны да тамшы түрінде пайдаланамыз. Бұл да иондалған майда молекулаға ыдыратылған, қалай ішесіз, солай моментально жұмыс жасап жатады. Өйткені бұл сұйық түрінде. Бізде дәрілер болады таблетка түрінде, капсула түрінде және сұйық түрінде, таблетка түрінде дәрі ішкен кезімізде, бұл қабылдағаннан кейін бізге бір какой-то бір уақыт керек болады. Біршама уақыт керек болады. Ол асқазанға түскеннен кейін, ол еру керек. Ерігеннен кейін бізге талап етіледі, міндетті түрде көп мөлшерде суды ішуді. Өйткені ол су арқылы адам ағзасына дарып сіңу керек. Ал капсула түріндегі дәрілерді ішетін болсақ, бұл жерде сырты көбінесе желатин, ол еру үшін асқазанда бізде кислотность керек болады, қышқылдық орта. Ол қышқылдық орта кімнің асқазанда қаншалықты бар екені, ол беймәлім. Ешқайсымыз даже мен өзім білмеймін асқазанда қаншалықты қышқылдық орта бар екен. Сол үшін капсуланы ішкен кездер, если сіздің асқазаныңызда кислотность болмаса, ол капсулада сіздің денсаулығыңызға ойнамайды, жұмыс жасамайды. Ал мына жерде бізде сұйық түрінде дайындалған өнім иондалған формада өте майда молекулаға ыдыратылған. Бұны су арқылы ішкен кезде моментально әсер ететіні, біз ауыз қуысына түскеннен кейін тілдің астындағы майда қан тамырлар арқылы қанға сіңеді, бірден қан құрамын жақсартады, қанды тазартады, қанды сұйылтады, тромбтарды разжижает. Ал через слизистая оболочка сіңе отырып, бұл біздегі ауыз қуысындағы шырышты қабықтар арқылы сразу проникает в клетку, яғни жасушаға барады. Бұл адам баласы клеткадан тұрамыз. Сол үшін де бізде клетка өте мықты болу керек. Клетка мықты болса, адамның денсаулығы жақсы болады. Фундамент қалай жақсы болса, біздің соққан үйіміз керемет болады ғой. Сол сияқты біз де клеткадан тұрамыз. Қарынды тойдыру мақсат емес, бұл жерде клетканы тояттандыруымыз керек біз. Сондықтан да бұл біздің өнімдеріміздің мықтылығы клеткаға барып, сондағы әлсіреген клеткаларға қуат береді, жаңадан клеткалардың пайда болуына ықпал жасайды, жасушаларды сауықтандырады, ауру клеткаларды. Солай жасай отырып, ішегіміз тазарғаннан кейін ішегімізде иммунитет түзіледі, клетка жақсарады, клетка жаңарады, иммунитет күшейеді. Сол кезде адамда денсаулық жақсара бастайды. Денсаулық жақсарған жерде адамның өмір сүру ұзақтығы созылады. Міне, осында керемет дүние қазіргі таңда қолымызда. Үшінші өнім бізде хлорофилл қосылған. Иондалған жантақ формадағы жантаққа хлорофилл қосып отыр. Хлорофилл дегеніміз биология пәнінен бәріміз өттік кезінде, мынау өсімдік хлорофиллсіз өсімдік емес дейді. Яғни хлорофиллді өсімдік күн сәулесінен алады да жасыл пигмент, яғни жасыл түске боялады екен. Если хлорофилл болмаса, өсімдік жасыл түсті болмайды. Былай жалпақ тілмен айтатын болсақ, өсімдіктің жасыл қаны деп атаймыз. Яғни бұл хлорофиллдің адам ағзасына әсері
ішкеннен кейін ағзаны мягко очищает, яғни жеңіл түрде бүкіл ас қорыту системасынан бастап аш ішек, тоқ ішек, ұйқы без, бауыр, бүкіліндегі зашлакованный токсиндер бар ғой, ластану процестері, соның барлығын моментально сыртқа алып шығады. Тұтынған кісілер білетін шығарсыздар, өте керемет. Енді үлкен дәрет арқылы табиғи жолмен тазалаған кезде адамда бір серпіліс пайда болады. Адам ағзасы тазарғаннан кейін уже жүйке жүйесі тыныштала бастайды. Адамда денсаулық, ұйқы қанық болады. Таңертең тұрған кезде өмірге деген құлшыныс, адамда бір ұйқының қануы, тыныштық, жүректе тыныштық, сондай бір керемет жаңағы адамда осындай бір кезеңдерді алып келеді. Бұл именно хлорофиль. Енді қазіргі таңда бізде уже 4-ші өнім келді, әлі тұтынып бастамадық, Алла қаласа қолымызға алдық. Не дейміз? Синий йод дейміз. Йод деген бұл бізде қалқанша безге йод жетіспеген жағдайда бізде зоб деп диагноз қойылып жатады, қалқанша бездің ауруы, яғни қалқанша бездің қызметінің жойылуы. Бұл жерде йод жетіспеу салдарынан болып жатады. Көбінесе бұл йодтан келетін мәселелер бізде мынау қыз балаларда бедеулік деп жатамыз, бедеулік, бала көтере алмау, болмаса менструальный циклдың бұзылуы, менструальный циклдың ауырсынып келуі, болмаса етеккірдің мүлдем болмауы, детская матка деп жатамыз, шатырдың өспей қалуы, болмаса аналық бездердегі аурулар көптеген, осылардың барлығын біз көбінесе гинеколог мамандарға барып көрініп жатамыз. А самом деле басты причинасы бізде қалқанша бездің қызметінің жойылуы, бұзылуы, йод жетіспеушілігі салдарынан көбінесе туындайды. Бұл қалқанша без бізде 3 түрлі гормон бөледі. Т3 деп жатамыз, Т4, ТТГ деп жатамыз. Әр бездің өзінің гормонның өзінің атқаратын қызметі бар. Сондықтан да біздің именно әйел адамдардың жыныстық ауруларының тікелей осы қалқанша безбен байланысы бар. Йод жетіспеушілікпен. Именно осы йод өнімдерін пайдаланған кезде бұл жаңа айтып өткендей біздегі қалқанша бездің проблемаларын жақсартады. Одан қалды именно йодты мынау ішкі ағзадан бөлек сыртқы жарақаттарға да пайдалануға болады екен. Для обработки ран, күйік болған жағдайда осы мақсатта да біз мынау синий йодты пайдаланамыз. Бұл жерде күмістің де қасиеті, мынау именно жантақ бәрлігінде айтып отыр ғой, мен айттым жаңа жантақ, именно қабынуға қарсы процесс, іштегі вирустарды, бактерияларды өлтіріп, адамның ішкі ағзасы тазарған кездері сама по себе мынау сырттағы терідегі проблемалар, угры деп жатамыз, папилломина шығып жатқан, бородавки, одан қалды мынау терідегі жаралар, экзема, псориаз деп жатамыз ғой, олар міндетті түрде жазылады. Өйткені сыртқы терің не дейді, ішкі денсаулықтың айнасы, ошым сыртқы теріден көрінеді адамнан, көбінесе мынау даже балаларға шығатын безеулердің өзін айтып жатамыз. Егер де маңдайға шығып жатса, ол іштегі паразиттердің шамадан көп болуы салдарынан. Міне осындай өздерінің себептері бар. Ал ішкі ағза тазарған кезде олардың бәрі өз жолымен, өз ретімен тазарады. Теріде де осындай сауықтыру процестер жүреді біздің жантақты ішке пайдаланған кезімізде. Сыртқы жаңағы косметологический мақсатта біз күміс қосылғанда пайдалана аламыз. Одан кейін жаңағы емдеу барысында күйік сондай жағдайларда мынау синий йод кешегі келген өнімді пайдалануымызға болады. Жаңағы дезинфекция жасаймыз, обработка жасаймыз, сол арқылы тамызу арқылы пайдаланамыз. Міне өнімдер жайында ақпарат айтатын болсам, қысқада нұсқа осы. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Енді сұрақ болғанда көбінесе сіздерде сұрақ туындап жатады. Ана ауруға бола ма, аяғым ауырады, не жүрегім ауырады, не давлением жоғары, болмаса сақырым жоғары дегендей. Мен айтар едім, бұл жерде ешқандай врачты іздеудің қажеттілігі жоқ. Мен айтып отырмын, бұл жерде бұл продукция БАДыға жатпайды, тағамдық қоспаға жатпайды. Бұл клеткалық тағам, яғни клеточный питание, клетканы сауықтандырады. Адам баласы клеткадан тұрғандықтан бізде клетка сау болуы тиіс. Сондықтан да ешқандай сұраудың қажеті жоқ. Бірінші
Аллаға сеніңіз, екінші өзіңізге өнімге сене отырып тұтынсаңыздар, қай ауруға болса да, даже айтып отырмын ғой, іштен тұтына отырып, сырттағы жаралардың жазылуына дейін себепкер болады. Сондықтан да врач іздесеңіздер, ауруханаға, поликлиникаға барыңыздар. Бұл жерде тек өнім, таза табиғи өнім, тем более құрамында жантақ бар, иондалған формадағы, оған күміс қосылған, оған хлорофилл қосылған, оған лецитин қосылған, оған синий йод қосылған. Алла бұйыртса, алда тағы да басқа да өнімдерді күтеміз. Енді осы мен сіздерге айтарым. Сіздерден сұрақ болса қойыңыздар. Бізде қазір отзывтар өте көп, керемет шығып жатыр отзывтар. Сақырдан шығып жатыр, давлениеден шығып жатыр, ұйқының тынышталуы, күйзелістен шығу, тағы қандай, құлақтың естуі, көздің көруінің жақсаруы дегендей. Көбінесе біз көзге операцияға барып жатырамыз, дәрігерлерге. Операция, қазір көп операция жасатады көзге. Ол көзге операция жасатқаннан айтар едім, бұл әр жағында көп ұзаққа бармайды ол операция деген. Негізі бауырдан келеді причина, көздің ауру себебі. Өйткені бауырды тазартсаңыз, сізде зрениеде ешқандай проблема болмайды. Ол сүзгі, ол таза қанды шығаратын, бүкіл қанды тазартатын бауыр бұл жерде. Көзде проблема болмайды дейді. Бұл жерде бауыр сүзгілік қасиетін жоятын болса, бауыр ластанатын болса, вот сол кезде катаракта, глаукома деген проблема, көздің көруінің нашарлауы осы жерден басталады. Сол үшін де біз именно органды емес, соның причинамен алысқанымыз жөн. Ол причина ағзаны тазалау. Бірінші кезекте ішекті тазалау, бауырды тазалау. Если сізде бауыр мен ішек таза болатын болса, ешқандай да ауру болмайды. Егер осыларды өзіңізде жаңа давление, сахар болатындай басқа да проблемалар болса, бауыр мен ішекті тазалаңыз, сама по себе барлық денсаулық өз қалпына келеді. Давление нормаға келеді, қант нормаға келеді, гормональный баланс реттеледі гормондардың, сосын жаңағы айтқанда иммунитет түзіледі, ағзадағы бүкіл жаңа шлактар, токсиндер, ауыр металдардан тазалайды. Мынау хлорофилл деген өте керемет өнім. Ең бірінші кезекте қай-қайсыңызға болса да, мен бірінші кезекте хлорофиллді ішуді ұсынар едім. Өйткені хлорофилл арқылы біз ішекті керемет тазалап аламыз. Одан қалды бауыр тазарады бұл жерде. Содан кейін барып, по ходу өздеріңізге қажетті өнімдерді қоссаңыздар болады. Комплексный лечение, конечно, керемет. Қай жерде де үшеуін қатар ішіп жатсыздар қазір, ем болсын, бірақ міндетті түрде хлорофиллді 1-2 мезгіл ішіңіздер, күнделікті. Ішекті әбден тазартып алғаннан кейін 1 ай 1,5 ай көлемінде уже әрі қарай басқа өнімдер мықты жұмыс жасайды сіздерге. Саламатсыз, менде бронхиальный астма. Аллергия дей ма? Естілмей қалды. Мен айттым ғой жаңа сіздерге. Хлорофиллден бастаңыздар, бүкіл проблемаңыз шешіледі. Хлорофилл, потом серебро. Бронхиальный астма. Бронхиальный астма. Иә. Одан кейін гайморит па бір нәрсе, енді ет өсіп келе жатыр дейді, уже 9 жыл болып, мұрным бітеліп жүретін, андай наптизин сеуіп қоям. Арасында болғанда 1,5 сағат, 2 сағат сайын ғой. Бір нәрсе жеп қалсам, кейде денем бәрі ісініп, ауыздарым, еріндер, мұрным дегенде аллергиям ұстайды. Бір зат жеп қалам, білмеймін не екен. Әйтеуір бір нәрсе жақпай қалады ғой. Сол қонақта отырасың, әсіресе сол қонақтарда басталады ғой. Енді мен сізге айтып өттім, барлығын. Это сіздің ағзаңыз шамадан тыс ластанған. Паразит деп айта аламын, гриппки деп айта аламын. Өйткені саңырауқұлақтар бізде именно тыныс жолдарында, бронхиальный, мынау тыныс жолдары, бронх бар біздің мұрын қуысынан басталады, тыныс алу органдары. Мынау нелерде гайморовый пазухада, потом бронхиальный жолдардың барлығында грибоктар отыр сізде. Егер білсеңіз, сол грибоктар уже майда, ол да кәдімгі не ғой, паразиттер ғой, грибок дегеніміз. Аяққа шықса қалай болады, білесіз ғой, прямо аяқты кесуге дейін апарады. Сол сияқты тыныс алу жолдарында сол грибоктар басым и паразиттер басым. Сізге міндетті түрде хлорофилл и сереброны ұсынар едім. Хлорофиллді таңертең ішесіз и кешкі жатарда ішесіз. Күндіз сереброны пайдаланыңыз и желательно кешке жатар кездері мұрныңызға, 2 танауыңызға 2 каплядан сереброны тамызсаңыз, ол көмек береді.
Qancha tamızam? Serebroni? Serebron kapлямен 1-2 тамшыдан 2 танауыңызға тамызыңыз. Кешке бір мезгіл, күндіз сереброны ішіңіз. Сіз енді 5 каплядан бастаңыз, бірақ 13 капляға дейін, 15 капляға дейін апарсаңыз болады. Вреда жоқ бұл жерде ешқандай. Murnuма ше, murnuма. Murnum aшу үшін. Серебро тамызасыз, күмісті тамызасыз, күміс қосылған ионды жантақ тамызасыз. Ал хлорофилді ішесіз, таңертең аш қарынға ішесіз. 5 капля и кешкі жатар алдында ішесіз. Тамақтан кейін, 1 сағаттан кейін хлорофил. Сізде ішекті полный тазалау керек и тыныс алу жолдарына. Ол хлорофил әсер етеді. Ағза тазарғаннан кейін қан тазарады. Қан тазарғаннан кейін уже өзі жаңағы біздің күмісіміз осы грибоктармен, паразиттермен өзі алысып, өз жұмысын жасайды. Рахмет. Азанда кейде аптасына 2 рет пе 3 рет пе ауызыма bir tane не сеуіп қоям, пыс деген бар ғой ауызға бүйтіп. Дыхательный ше, дыхательный. Ол енді ол моментально обезболивающий нәрселер ғой. Сізге чистка организма жасау керек. Слишком зашлакованный организм. Рахметіңіз, Алла разы болсын. Бақытты болыңыз. Әмин, ем болсын. Тағы сұрақтарыңыз өнім бойынша. Өнім бойынша менің бір сұрағым бар еді. Мынау бүгін мен инструкция алдым, 1 стакан суға 8 капля тамыз деп. А егер стакан суға емес, тілдің астына 5 капля сол тамызып ішсек, сол эффективнее болады шығар деп өзім ойлаймын. Мини инсульт қашан алдыңыз? Менде инсульт 2000, менде 2 рет болды. Бірінші кровоизлияние, екінші приходящий инсульт болды. 2002-2006. 2006 уже біраз уақыт болып кеткен. Тілдің астына бірден тамызбайсыз, желательно суға қосып ішесіз. Өйткені бұл жерде сіз бірден 8 капля ішіп жатсыз ба қазір? Бүгін алдым, просто инструкциясын бүгін алдым. 8 капля. Инструкциясын бүгін. Жоқ, 5 каплядан бастаңыз. 5 капля сізге пока болады. Қай өнімді алдыңыз? Не, ионизированный. Хлорофиль. Хлорофиль. Жасыл ғой? Да, я жасыл. Соны таңертеңгі уақытта өзіңіз таңғы су ішесіз бе? Таңертең су ішуді қалыптастырғансыз ба? Если су ішуді... Соңғы кезде ғана ішіп жүрмін, бұрын ішпейтінмін да. Қазір мен сахарында қозғалып кетті да, су түн ортасында да ішемін, таңертең де ішемін азанда. Болды. Таңертеңгі уақытта жылы су ішкеннен кейін, шамалдан кейін, кішкене ғана бір 50 мл суға 5 тамшы тамызаста хлорофилді ішесіз. Содан кейін барып, жарты сағат, 1 сағаттан кейін барып таңғы асты ішесіз. Одан кейін түскі обедтің кезінде тамаққа дейін сағат сол 11:30-12-де обед жетін болсаңыз, 11-11:30-дарда тағы да 5 капля ішіңіз. Кешкісін тамақтан кейін ішіңіз. Жарты сағат, 1 сағаттан кейін 5 капля ішіңіз. Күніге хлорофилді 5 каплядан пока бастаңыз. 1 күн ішіңіз, 2 күн ішіңіз, өзіңіздің денсаулығыңызды өзіңіз тыңдай аласыз. Пока өзіңіздің денсаулығыңызды өзіңіз тыңдай аласыз. Пока қандай әсер етіп жатыр. Егер де әлі де сізге өзіңізге жеткіліксіздеу болып тұрса, 6 капля, 7 капля, 8 капля, күніге 1 каплядан қоса отырып көтеріңіз. Сізге бірден болмайды, өйткені инсульт 2 рет алып отырсыз, сондықтан да жаймен, ашықпай, құнықпай жаймен бастағаныңыз дұрыс. 5 капляның өзі сізге уақыт келе мықты нәтиже береді. Бірақ походу сіз уже бір 20 күнде ішкеннен кейін, ішті тазартқаннан кейін сереброны, лецитинді қосыңыз. Рахмет сізге, рахмет көптен көп. Бірінші ағзаны жеңілдетіп алуымыз керек. Мен тағы немерем туралы тағы бір сұрақ қояйын дегем да, осыдан уже 3 жыл ма 4 жыл бұрын 3 жыл болды, 3 жыл болды. Немереме онкология қойды. Онкология. Мелобластный лейкоз. Қазір міне 5-те, сол 1,5 жасында қойды. 5-тен асты. Қазір нешеде? Қазір 5-тен асты. Қандай диагноз? Острый мелобластный лейкозды қойды. Қазір не қабылдап жатыр?
Қазір дымда қабылдамайды, біз 3 неделеде бір анализ береміз. Соны это несін қарап отырады, прогнозын қарап отырады врачтар просто. Басқа ешқандай дәрі ештеңе қабылдамайды. Состояниесі қандай баланың қазір? Аппетиті қандай? Дамуы, жетілуі? Міне жуырда сол не болып қалды. Ой, сізге айтайын. Ревматологический болезньге учетқа қойып жатыр. Ой, қандай еді құдай. Буындары ауырып, буындары ісіп кетті баланың. Мынау крапивница сияқты шығып, сондай. Тамақ ішу қалай? Баланың тамақ қабылдауы? Тамақ қабылдауы бұрынғыдай емес. Бұрын, наоборот, анау бәлністен шыққанда, онкологиядан шыққанда, аппетиті жақсы болғанда. Химия қабылдады ма? Химия қабылдады. 6 ай бойы непрерывный химияда болды. Салмақ қандай қазір? Осы жолы салмағын түсіріп жеді, резко түсіріп алды. Алдында салмағы бір қалыпты тұратында. Өзі кішкене толықтау бала өзі. Бала 5-те, иә? 5,5-да, иә. Иә, 3 каплядан бастаңыз, хлорофилді беріңіз. 3 каплядан бастаңыз, баланың ағзасын тазалаңыз, клеткаға питание барсын, балаға кішкене поддержка керек. Это клеточный питание, еш қорқпаңыз. Жеген тамағыңыздан қорқыңыз, чем бұдан қорққанша. Сол үшін де беріңіз. Бұл питание. Клетканы қоректендіріп, кішкене балаға әл беруіміз керек, аппетитін ашуымыз керек, чистка организма жасауымыз керек. Қаншама химия қабылдады, қаншама химический препараттар қабылдады, иә, бала. Сол үшін де, иә, хлорофилді 3 каплядан беріп бастаңыз. И наблюдайте. Мақұл ма? Кішкене енді, иә, хлорофилден білмеймін, енді ондай обострение береді деп айта алмайым, бірақ енді өзінің денсаулығына байланысты жоқ, бермеу керек, өйткені бұл ішекті тазалайды. Клеткаға қорек апарады, ішекті тазалайды. Ағзада қаншама уы бар, солардың бәрін шығаруымыз керек. Енді бірінші Алла, біз себепкеріміз, айтамыз. Енді бұлайша ақылға да, ойға да қонымды нәрсе бұл продукция. Сол үшін де звондап қалып отыр. Көптен көп рахмет сізге. Сол врач сұрақтарымды қойып жатырмын. Рахмет сізге, көп жасаңыз. Ем болсын, Алла шипасын берсін, тілектесін Сізбен қалай хабарласуға болады? Естіліп тұр ма? Гүлсім ханым. Естіліп тұр. Мен десятинный ішіп бастап едім ең бірінші ретті. Енді хлорофиль ішсем болмайтын шығар я маған. Бірінші ощущениеден өту керек еді ғой. Маған сразу лецитин берді. Лецитин. Сізге неге лецитин іштіңіз? Не проблема? Мен нервім, ұмытшақтық, менде қатты ұмытшақтық пайда болған, үшін кешегі болған заттарды ұмытып қала беремін. Лецитиннің құрамында да шантақ бар. Негізі шантақ та асқазан, ас қорыту системасын тазалайды. Одан ешқандай қорқыныш жоқ, іше беріңіз, бірақ желательно хлорофилді қосыңыз. Хлорофиль лецитин қатар. Бірге ішейін, бірге не қыл? Иә. Таңертең. Серебро не қой? Моя проблема в том, что без тебя скучно. Мы как кошка с собакой. Так же ссоримся. Лецитинді бастап тұрсаңыз, хлорофиль қосыңыз. Лецитин ішкелі қандайсыз? Ұйқыңыз қандай, соны айтыңызшы. Ұйқым нормальный, бірақ жаңағыдай тез-тезден давлением көтеріп тұрды, қайта-қайта қозғап жатыр ма, білмедім мен. Хлорофильді ішіңіздер. Хлорофиль, мен сіздерге айттым жаңа, ішекті тазалайды, давлениені қалыпқа келтіреді, қан тазарады, ішек тазарғаннан кейін давление, сақыр, шамал түсіріп алғаннан кейін бар, әр қарай басқа лечение, басқа емдік мақсаттағы нелерді, өнімдерді пайдаланыңыздар. Сосын менде жаңағы оң жағымда түйін бар да, менде зоб деп берді ғой. Жаңағы подозрение деп, рак деп да. Бірақ рак емес дейді жаңағы доброкачественный дейді пока. Бірақ өсуі мүмкін дейді да, өссе қалқанша безді алып тастаймыз дейді. Енді врачтар да құдай емес, олар да әйтеуір алдыңызға барып тұрғасын бірдеңе айту керек, тексеру барысында анықталған сіздің мәселелеріңізге байланысты олар под вопросым солайына қояды. Сондықтан да очищение организма, мен сіздерге қайта-қайта айтып отырмын, ағзаны тазалаңыздар, кез келген нәрсе жоқ болып кетсе таң қалмаңыздар.
Ағзаны тазалаңыздар, клетканы қоректендіріңіздер. Хлорофилл міндетті түрде пайдаланып, бірінші давление кімде сақыр бар, міндетті түрде хлорофилл пайдаланып, соларды қалыпқа келтіріп алғаннан кейін барып, уже баспен, әрі қарай зоппен алса беріңіздер. Бірінші кезекте ішек пен бауырды тазалап алайық. Хлорофилл. Ал рахмет, ішкілеріңіз келіп жатса, міндетті түрде хлорофиллді қосыңыздар ішіп жатқан өнімдеріңізге. Хорошо, рахмет. Сау болыңыз. Жақсы, ем болсын. Болдық-ау деймін, сұрақ қойып. Мен чатта отырым, если что, чатқа қоя беріңіздер. Сіздердегі бар сұрақ басқа адамдарда қоя алмай қалып отыруы мүмкін. Сондықтан да бір адамның сұрағымен 1000 адамға жауап бергеніміз маған да сіздерге де тиімді болар еді. Менің жекеме мүмкіндігінше шықпасаңыздар, өйткені кейде жауап беріп үлгермей реніш өкпе болып жатады. Сондықтан да чатқа шығыңыздар. Не болса да, мен болмасам да басқа врач кісілер отыр сол жерде, солар да жауап береді. Сұрақтарыңыз болмаса, қош айтсайық, ертеңге дейін. Алла түн тыныштығын берсін. Рахмет сізге. Көп рахмет. Жақсы. Ханым, керемет сабақ айттыңыз. Рахмет, көп, өте түсінікті. Ем болсын, баршаңызға Алла шипасын берсін. Ауырмаңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Мен чаттамын, если что. Гүлсім, молодец. Жарайсың. Сенен мақтануға болады. Молодец, таза, қазақы, қарапайым тілде. Арасында орысша кетіп қалып жатыр. Рахмет, Алла разы болсын. Онша көп қолданбай, өте жақсы түсініктеме бердің. Мен қуанып отырмын. Дәрігерсің деп қуанып отырмын деймін. Рахмет, Аймырза ханымна. Жақсы. Жақсы, сау болыңыздар. Сау бол. Я обратился к одному парню, он был передо мной толпом, и он точно мне отказал. Я посмотрел. В итоге пошли. Он нашел тех, кто угнал ее, а я проверил больницы рядом. Да, я хорошо постарался, но точно